Не трогай меня. Пошел вон отсюда. Еще раз. Кешегі қазақ тілін менсінбеген мына қыз жұмыстан шығарылды. Жалпы Қазақстанда тұратын кез келген адам жұмысқа тұру үшін қазақ тілін білу керек деген заң болатын болса, бұлардың барлығы қазақша түсінбек түгіл қазақша сайрап кететін еді. Сол себепті бұлардың дертін емдейтін бір ғана нәрсе ол заң. Заң шығатын болса, бүкіл компания, кез келген жер осы заңды ұстанатын болса, онда өзге ұлт болсын, мына шала қазақ болсын, барлығы қазақ тілін құрметтеп, қазақ тілін кәдімгідей жаттап, меңгеріп, үйреніп кететін еді. Парақшама тіркеліңіздер, пайдалы ақпараттар бөлісіп тұрамын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен заңгер Қуат Ауғанбек. Бүгінгі бейне жазбамда еліміздің билік өкілдеріне және заң шығарушы органдарына арнағым келіп отыр. Мынау қазіргі таңда көбейіп кетті ғой, тіл мәселесі. Біздің тіліміз қазіргі екінші сотқа айналғаны бізге жанымызға батып отыр. Сол себептен кешегі Шымбұлақтағы мейрамханада болған оқиға және түрлі қоғамдық көліктерде және басқа да жерлерде көптеген оқиғалар көбейіп кетті. Осындай ұлтараздық мәселені тудыратын басқа ұлт өкілдерінің тарапынан қазақ азаматтарын менсінбеушілік, қазақ тілін менсінбеушілік таптап біздің тілімізді екінші сотқа айналдырып жатыр. Бұл деген үлкен мемлекетіміздің билік өкілдеріне үлкен сын деп білемін. Және бұл деген біздің қазақ азаматтарының намысын тудырып жатыр, үлкен ашу ыза тудырып жатыр. Ертең бұның арты жақсылыққа апармайды. Бұның арты үлкен қаңтар оқиғасы сияқты үлкен бір қақтығысқа, ұлтараздық қақтығысқа алып келіп соқтыруы мүмкін. Сол себептен осы мәселенің алдын алу мақсатында заң шеңберінде нақты түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, заңға өзгерістер енгізілуі керек деп ойлаймын. Жаңа әкімшілік жауапкершілікке тартылатын жерде әкімшілік айыппұлын көбейту керек, әкімшілік қамаққа алатын жерінде әкімшілік қамақ алу күнін көбейту керек, қылмыстық жауапкершілікке тартатын жерде өтетін жазасын көбейту керек. Және жазасын өтеп болғаннан кейін бұны жаңағы Қазақстан азаматтарынан айыру керек. Осындай өзгерістер енгізілмейінше біздің елімізде бұл жалғаса береді. Бұл біріншіден біздің таза қазақ азаматтарының құқықтарын өрескел бұзып жатыр. Біз өз елімізде тұрып, өзіміз қазақ тілінде тапсырыс бере алмасақ, қазақ тілінде жауап бере алмасақ, бұл үлкен сорақылық. Бұл деген үлкен біздің құқықтарымыз бұзылып жатыр деген сөз. Сол себептен бұл арты жақсы болмайды. Құрметті билік өкілдері, бұл сіздерге сын. Сол себептен осындай заң шеңберінде осындай өзгерістер енгізілу арқылы, түсіндірме жұмыстарын жүргізілу арқылы, талап ету арқылы ғана орнына келтіре аламыз. Сол себептен қазір бізде енді мынау өз елімізде тұрып, тіліміз екінші сотқа айналып жатыр ғой. Бұл үлкен проблема негізінде. Үлкен проблема. Басқа ұлт өкілдері және өзіміздің қазақ тілін менсінбейтін қазақтарымыз бар. Солардың ойынша бізде мемлекеттік тіл екі тіл деп ойлайды. Осыны дұрыстап түсіндірме жұмыстары жүргізілу арқылы миыларына құю керек. Бізде мемлекеттік тіл ол жалғыз қазақ тілі екендігін түсіндіру керек. Осы мәселені жақсылап, ой өрістеріңізге қорытып, нақты шара қолдануларыңызды талап етеміз. Қайырлы кеш, қазақ ел қалдарыңыз қалай? Мына Алматы Шымбұлақта болған Густа мейрамханасында бәрілеріңіз көрген шығарсыздар. Осыға мен өзімде бір ойымды айта кетейін дегем. Жалпы мен осы тиктокқа келуге себепкер болған бірден бір менде де осындай бір тіл жайында бір конфликті болып қалған. Осы тикток мен ең бірінші салған видеомды ашып қарасаңыздар да болады. Сол видеоны салған кезде бір 2 күн ба 3 күн ішінде бір миллион просмотр болған. Қазақ тілдер қолдады, сол жерде өзінің пікір ойларын жазды. Мына жерде де сондықтан мен өз ойымды айта кетейін деп тұрмын да. Жалпы тіл дегенде қазақ үнсіз қалмау керек. Өйткені ол қазақтың тілі, ол мемлекеттік тіл. Сондықтан тілге деген құрмет, мынау қазақ ұлтына деген сыйластық болу керек. Біз қазақ елінде тұрған әр ұлт өкілдерін сыйлаймыз, бірақ олар да бізді сыйлау керек. Мемлекет тілді сыйлау керек, құрметтеу керек. Жалпы бұдан байқап отырғандарыңыз, байқайсыздар ма? Жаңа мен Тугисқа кіріп қарадым, рейтинг өте төмен түсіп кеткен, 1-2. Егер солай жалғаса берсе, оларда TikTok жаңа Тугистанда алып тастауы мүмкін, әбден мүмкін. Сол жерде мен бір 2 апта бұрын болғам, жалпы тамағы да өте нашар.
қызметі де өте нашар деп айтуға болады. Жалпы солай қазақтың қазір рухы оянып келе жатыр. Тілге деген құрметі, тілге деген сыйластығы, отанға деген махаббат оянып келе жатыр. Соның арқасында осындай көрсеткішке жетіп отырмыз да. Өз елімізде жүріп, өз тілімізді қорғай алмасақ, несіне қазақ болып жүрміз? Несіне Қазақстан, қазақ елі болып жүрміз? Анау осыдан бір шамалы уақыт алдында көрдіңіздер ме? Мынау Қытай еліне барып, сол Қытайда тұратын бірнеше қазақ қызына өзіміздің Қазақстаннан барған қазақ жігіт орысша сұрақ қояды ғой. Орысша қойған кезде біз сенің орысшаңды түсінбейміз, бізге қазақша жауап қайтар, немесе қазақша сұрақ қой деп бетін бірден қайтарып тастайды. Анау Қытайда жүріп, өзге елде туып өсіп, өз тілін құрметтеп, өз тілін сақтап жүрген қазақтар. Ал өз елімізде біз Қазақстан, қазақ елінде жүріп, өз тілімізді құрметтей алмасақ, онда несіне қазақ болып жүрміз? Сол жаңағы анау Қытайда қыздарға сұрақ қойған жігіт артында бір өкінішін айтып отыр да. Өз қазақ жігіт, бірақ орыс тілді жігіт екен да. Айтып тұр. Не ағылшынша білмеймін, не ана тілімді жартып білмеймін дейді. Қытай тілін мүлдем айтпай-ақ қой. Орыс тілден басқа ештеңе білмейді екенмін дейді. Мен не өмір сүріп жүрмін, қалай өмір сүріп жүрмін деп өзім бір өкінішін айтып жатыр да. Сондай өкініште қалмау үшін айналайын қазақтар, балаларыңыз қазақша оқытыңыздар, қазақша үйретіңіздер. Қазақтың болашағы келе жатыр. Міне, жақын аз қалды. Қазақтың тілі әлемдік тіл болады. Бүкіл әлемге ортақ тіл болмаса да, біздің тіліміздің байлығы соншалықты әлемдегі үлкен тілдердің қатарына жатады. Сондықтан бірінші сен қазақ болып қалу үшін қазақ тіліңді білу керек. Жалпы мен мынандай бір тенденция байқадым да, менде де мысалы 60-70 жұмыскерлер жұмыс істейді. Сонда жаңа вакансия бойынша келеді. Сонда өзге ұлт емес, өзіміздің қазақтар. Мынау балалар, әсіресе қалада өскен ұлдар, қыздар жаңағы өз тіліне өте шорқақ. Орыс тіліне жақсы біліп тұр, бірақ ағылшынша білмейді. Бірақ бір дүниені жапыратындай тұрады ғой. Бір менсінбей тұра ма, бір көкірегі керіп тұра ма, саған жұмыс іздеп кеп тұр, және саған ақыл айтқысы кеп тұра ма, саған бір жол көрсеткісі кеп тұрады. Мен өзім жеке басым пікірі сондай. Бір дүние әлемді бір жапырып тастаған адам сияқты сондай бір алгеуделік, сондай бір тенденция байқадым. Сондықтан қазақтың болашағы тек қазақ тілінде ғана. Одан кейінгі тіл ағылшын тілі, міндет түрде. Қазір орыс тілінің жалпы мынау әлемге, мынау емес, жалпы Орта Азияға, мынау Россияның ықпалы әлсіреп бара жатыр. Ол жылдан жылға болды, төмен қарай кете береді, ол одан оңшалмайды. Ал осы сәтте біз өз тілімізді қорғап, өз еліміздің тұғырын жоғары көтерейік.